Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жирен жаман әдеттен. Абай атамыз айтқандай, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпанды білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз. Сабақтың мақсаты баланы кішіпейілділікке, адамгершілікке, үлкенді сыйлауға, жақсыны үйреніп жаманнан жиренуге және иманды да инабатты болуға баулу. Ата-анаға, бауырға, туған жерге, еліне деген сүйіспеншілігін арттыру, ана тілін, дінін құрметтеуге үйрету. Балалар, бүгінгі сабағымыз үйрен жақсы әдептен, жирен жаман әдеттен деп аталады. Қазақ халқында мынандай мақал бар: ұядан не көрсең ұшқанда соны ілерсің деген. Ұя ол өз отбасың, өз ортамыз. Осы отбасымызда қандай тәрбие алсақ, үлкен азамат болғанда сондай тәрбиенің иесі боламыз. Бірінші тәрбие көзі ата-ана, отбасы болса, екінші тәрбие білім ордасы мектеп болып табылады. Мектеп біздің екінші үйіміз. Демек, мектеп пен ата-ана берген білім, тәрбие арқылы біз жан-жақты азамат, адамгершілігі мол, иманды да инабатты болып өсеміз. Ата-ана алдында адал, шыншыл бол. Үлкеннің ақыл кеңесін тыңдап, кішіге мейірімді, досыңа қайырымды болу керек. Ал енді балалар, осы әдептілік, адамгершілік тақырыбында біздің ата-бабаларымыз да көптеген өлең жырларын жазып жырлаған екен. Соның бірі Абай атамыздың «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңі. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Балалар, бүгінгі сабағымыз пікірталас, ой-талқы сабағы болмақ. Мен сендерге сан алуан сұрақтар дайындап келдім. Сендер сол сұрақтарға еркін, мазмұнды мысалмен жауап береді деген сенімдемін. Олай болса, адам бойындағы жақсы қасиеттерге нелер жатады, ал жаман әдеттерге нелер жатады, өмірдегі мақсаттарың не? Балалар, адам бойындағы жақсы қасиет сыйластық, батырлық, адамгершілік, еңбекқорлық, әділеттілік, қайырымдылық, шыншылдық екен. Ал жаман әдеттерге нелер жатады, өмірдегі мақсаттарың не? Өздерің ойланып, сұрақтарға жауап беріңіздер. Балалар, адамгершілік, ар-ұят деген не? Адамгершілік дегеніміз адам бойындағы ең ізгі қасиеттер: жомарттық, адалдық, кішіпейілділік, жанашырлық, әділдік. Ал ар-ұят дегеніміз адам жан дүниесі, адамның ар тазалығы, адамның жан дүниесінің тазалығы, жан сұлулығы, инабаттылығы, ибалығы. Енді балалар, жаман әдеттер деп нені айтамыз? Мәтінді оқып, түсінгендеріңізді маған айтыңыздар. Балалар, қазақ халқында тәрбие құралдарының бірі тыйым сөздер. Бұл сөздерді ескірген балаларды жаман әдеттен, жат пиғылдан, орынсыз қылық теріс мінездерден сақтандырып отырады. Тыйым сөздер ел ішінде өте көп. Кісі мініне күлме, кемтарға күлме, малды ыдысты тамақты теппе, үйді айнала жүгірме, табалдырықты баспа, отырма, босағаны керме, құшақтама, тырнағыңды тістеме, таңдайыңды қақпа, басыңды шайқама, түрегеп тұрып немесе жатып тамақ ішпе, қызды ұл қыздың киімін кимесін. Ал енді балалар, қорытынды. Міне балалар, сабағымызда осы бір қасиетті сөзбен қорытындылаймыз. Бүгін айтылған әдептілік әлпесі өмірлеріңе рухани азық болсын.